Қалаубек Тұрсынқұлов. Қызғалдақ. Қызғалдақ теріп, көкке ұнап қайтайықшы, деп жып-жылы орнымыздан қозғалып, алыстағы ауылға аттануға мұрындық болған мен едім. Ауыл алыс. Астанадан шыққан соң көрші облыстың орталығын аралап өтіп, содан әрмен тарту керек. Ол ауыл менің балалық шағымды өткізген талай рет өкшеме шөңгесі кіріп, шекемнен күні өткен. Бұғатқа салсаң ұясынан бұзғаным үшін арасында талай таланған таныс ауыл. Ауылдың көктемгі көрінісі көздің нұрын алады. Айнала төңірек қызыл-жасылға бөленеді де кетеді. Сол мезгілде қырға шыға қалсаң бар дүниені ұмытып жұмақтың ортасында жүргендей боласың. Мен сол ауылды сағындым. Достарыма әлсін-әлсін айта беремін, олар да қызығады, көргісі келеді. Ақыры қызғалдақ теріп қайтуға бел буылдық, аттандық. Енді міне қайтып келеміз. Бұдан 2 күн бұрынғы алып ұшып аспанды шарлап жүрген көңіл жоқ, су сепкендей басылып қалған. Оның үстіне Астанадан аттанғанда 5 едік, қазір 4-еуміз. 4-еуміздің көңіліміз 4 жақта. Біреу әлі де шар құрып дала кезіп жүрсе, біреу қала кезіп жүр. Іздейтініміз әлгі 5-ші адам. Ол адам қайда? Неге кетті арамыздан? Бұған мен өзімше түйін түйгенмен басқалар қандай байлам жасап келеді. Оны білу оңай емес. Олардың байламы түгілі өзімнің түйген түйінімнің де күрмелгенін немесе шейленгенін анық болжай алмаймын. Сонда 5-ші адам қайда? Оны ешкім білмейді, тек өзі біледі қайда екенін. Ол Орынша болатын. Орынша сұңғақ бойлы, ат жақты, көздері әманда мейірлене күлімдіреп тұратын жайдары қыз. Сыңғырлаған күлкісіне көзіңді қытықтайды. Ол әр кез ашық жарқын жүреді. Көшеде кездесіп қалсаң, ақ жарқын амандасып қолтығынан ала қояды. Күлімсірей үн қатады. Сыңай қарап, сызаттана сөйлеу дегенді білмейді. Көкірегіндегі ойын бірден ашып салады. Жұрттың бәріне бауырмалдылықпен қарайды. Ала-құлаға бөліп жатпайды. Тіптен ренжігеннің өзінде де қабағын шытып бір сәт тұрады да, баяғы күміс күлкісіне салып сыңғырлай жөнеледі. Осы мінезі үшін Орыншаны бәріміз жақсы көреміз. Алақанымызға сап аялағымыз келеді. Міне, сол Орынша қазір арамызда жоқ. Оның жоқтығы білініп, орны опырылып тұр. Жайдары мінезімен күміс күлкісін аңсап келеміз. Ой, қойыңдаршы, әкесі өлген адамдай томсыраймай, деді бір кезде Иса бәрімізге жалтақ-жалтақ қарап қойып. Біз әскери бұйрықты орындаған солдаттар секілді жалт етіп, түгелімізбен оның бетіне қарадық. Тіпті алдында жолдан көз айырылмай келе жатқан шофер жігіт те жалт қарады. Сол мезет машинаның жүрісі баяулағандай болды. Артынша шофер жігіт алға үңілді. Ол тіптен мына сөзді естігеніне өкінген сыңай байқатты. Машина жүрісін кілт жылдамдатты. Шофер жігіт рульді сығымдай ұстады. Иса әлгі сөздерді айтты да жайбарақат отыра берді. Кешелі бері ешқандай күйзеліске түспеген секілді, бәз баяғы қалпы. Жоқ, ол кешелі бері талай күйзеліске түсті. Бәйек болып ала сүрді. Бірақ өңін алдырмапты, сабырлы қалпын сақтап келеді. Мен оны бұрын қағылез, ашық жарқын жігіт деп бағалайтынмын. Қазірде солай ойымнан қайтпаймын. Бірақ мына мінезім бірінші рет байқап отырған секілдімін. Сонша жыл бірге жүріп байқамағанмын ба, сезбегенмін бе? Исаның бетіне үңілдім, сол қалпы. Бізге басу айтқанмен өзі томсырайып отыр. Тек бұл сырт пішіні сияқты ғана. Ал ішкі толқу ше? Бар ма сол толқу? Қайдам? Әй қойшы, не болса да қасымызда отыр ғой әйтеуір. Ал Орынша жоқ. Орынша қайда? Бұдан 2 күн бұрын. Біздің машинамыз қазығұрттың асуына жармасқанда таң атып, күн қос моланың шаңына иек артып қалған мезгіл еді. Бұл төңірек маған 5 саусағымдай белгілі. Қазір мына белге көтерілсек болды, табиғаттың адамзатқа деген бар тартуы табаныңның астында жатады. Көкірегіңді кере дем алып, рахатқа бата бер. Талайдан бері келмеген жер. Аңсабақ қалсам керек, жусанның иісі көкірегімді жарып барады. Шыңның үстіне шашыла жайылған күннің сәулесі айналаны түрлі түске бояй бастады.
Әлгінде таң қараңғысында бәрі де қарауытып бірақ түске бөленіп, бүкіл аймақты алып жатқан жасыл шалғынның арасында көкшіл, сарғыш, қызғыш түстер пайда бола бастады. Бұл дала гүлдері еді. Біз белдің үстіне шыққан соң мен шофер жігітке машинаны оңға бұруға нұсқау бердім. Ол машинасын кілт бұрып, жасыл шалғынның арасымен тіке тартты. Осы кезде шофердің қасында отырған орынша машина әйнегінен доңғалақтар басып жаншыл келе жатқан шөпке үңілді. Бір кез ол шофердің қолынан ұстай алды да маған жалт қарады. «Машинаны 1 минутқа тоқтатыңызшы аға», деді ол, жолбасшы мен болған соң сөзін маған арнап. Мен неге деп үн қатып үлгергенше шофер жігіт тежегішті баса қойды. Машина кілт тоқтады. Орынша жерге қарғып түсті. Біз де машинадан түсіп қасына келдік. «Қалай екен біздің дала орынша?» «Әсем екен аға, әсем. Әне көз тастаңызшы, ана тебенің бауырына қоңыр салқын жел тербеген шөптердің бас ауқымы кең дарияның толқынын елестетеді көз алдыңа. Әне, бірін-бірі қуып толқын кетіп барады. Ал қуып жет деп бір-бірімен ойнап бара жатқан сияқты. Дарияның бетінен бір аумайды. Жүгіріп барып, күмп беріп қойып кетер ме екен тереңіне. Не дейсің? Мен ертіс бойында өскенімді білмейтін бедіңіз аға, ертістің суына талай түскенмін. Тереңдеп барып, мөлдіріне, малтуды асан ұнатушы едім. Соны аңсап тұрмын. Онда былай ет орынша, деді сөзге Кәрім араласып. Бұл да дария. Оның өз әдеті, өз ғұрпы бар. Мәселен, башқұрт ағайындарында мынандай салт бар екен. Жерге жаңадан көк шыққан кезде әрбір кісі көктемнің қайта кездесуіне қуанып, көкке бір-бір аунап алады екен. Сен солай ет, су екен деп сүңгіме, көк балауса деп аунап ал. Ал мына жол, бастап келе жатқан ағаңның өз салты бар. Ол елге келген сайын көкке бауырын төсеп, жарты сағат жатып алмаса бас ауыратын. Қазір ол әдетін істемесе, сендерден ұялып тұрғаны. Міне тамаша, башқұрт ағайындарының салты тамаша салт екен. Мен солай етейін, тек машинаның алдына барып аунайын, көк майсаны доңғалақтап, бұрын мен басайын. Орынша жүгіріп барып көкке аунай кетті. Иса оның қасына құлады. Біз Кәрім екеуміз тұрған орнымызға отыра кеттік. Шәріп пен шофер жігіт шалғаны қалыңдау жерге барып аунады. Кәрім әзілмен айтса да біздің жер бауырлап жатуымыз жарты сағатқа созылды. Әзілден соң Шәріп келіп, бәрімізді орнымыздан тұрғызды. Ал ағайындар, сонау Астанадан ат сабылтып келгендегі көретін қызғалдағымыз қайда? Деді ол айналаға көз салып тұрып. Машинаға отырыңдар, дедім мен. Ол ана деп бастай бергенде Кәрімнің сөзін бөліп. Қызғалдақты мен көрсетейін, ал қозы құйрықтың Кәрім іздесін. Жүріңдер. Біз ілгері жүрдік. Алдымыздағы қалқадан асқан кезде Кәрімнің әлі ертерек дегеніне қарамай машинаны тоқтаттым. Бәріміз жерге түстік. Бұл шамада қызғалдақтың қалың өспейтінін білемін. Мен жолдастарымды қоралана өсіп тұрған қызғалдақтың ортасына тіке апарып алып ұшып тұрған көңілдерін бірақ сәтте басқым келмеді. Даланың әсемдігінің де қадірін бірден кетірмейін деп ойладым. Осы шамадан бастап бірең-сараң болса да қызғалдақтар өсу керек. Ал ана төбенің бауырында қозы құйрықтың аспандағы жұлдыздай шашылып жатқаны анық. Әне, Кәрім дорбасын арқалап солай кетіп барады. Мейлі бара берсін, оған қызғалдақ таңсық емес. Аз қамын ойлағаны да абзал. Мен қателеспеген екенмін. Анадай жерден қып-қызыл боп көрінген бір тал қызғалдақты байқадым. Солай қарай жүрдім. Орынша мен Иса маған ілесті. Шәріп пен шофер жігіт екеуі машинаны ұрымталдау жерге қойып, ішіндегі төсек орны мен ас суды түсіруге кірісті. Мен қызғалдақты әлде қашан көрсем, дүйенемде келемін. Орыншаның өзі тапсын. Бірінші кезде орынша әдетінше аға деп келіп қолтығымнан ала бергенде, мен әдейі қызғалдаққа көз тігіп тұра қалдым. Орынша бетіме бір қарады да көзін алға қарады. Бірнеше секундтан кейін ал ақай деп жүгіре жөнелді. Біз соңынан қуып жеткенде ол қызғалдақты жұлып алып, жоғары көтеріп мәз болып тұр еді.
Орыншаның дауысын есіткен Шәріп пен шофер жігіт жұмыстарын тастап бізге қарай бет алды. Орыншаның жүзі жайнап тұр. Қолындағы қызғалдаққа бір, айналасына бір қарайды. Біз ілгері жүрдік. Дегенше 2-3 қызғалдақ кездесті. Аздан соң бәрімізде уысымызда бір буды қызғалдақ жүрді. Алғашқыда емес, қарқын басылайын деді. Дегенмен іргелілеп келеміз. Төбені бауырлап кеткен Кәрім бір мезгіл етекке көз салды да орнында тұра қалып бізге бұрылды. Мен қол сермеп белгі жасадым. Ол тұрған орнында отыра кетті. Біз Кәрім көз тіккен шамаға жақындап келеміз. Алдымыздан бір дөң бар. Соның арғы жағы жазықтау келген аңызақ. Дөңгек көтерілген соң алдымыздағы жазықтықта қораланып өскен қызғалдақты көргенде менің де дәтім шыдамай кетті. Орынша орнынан кілт тұра қалды. Иса тұра ұмтылды. Ол қызғалдаққа жете бергенде Орынша да солай қарай зымырлай жөнелді. Иса шоғырдың шетіне жетті, еңкейіп жыла бастады. Осы кезде «Иса, жылма!» деп айқай салған Орыншаның даусы өте аш естілді. Иса еңкейген күйі кері бұрылып қарай беремін дегенше Орынша жетіп барып итеріп қалды. Иса ұшып түсті. Орынша қызғалдақтардың қорғаған адам сияқты қолдарын көлегейлеп тұра қалды. Біз қастарына келдік. Иса орнынан тұрып Орыншаның жанына келді. «Мұның не? Жылмашы, Иса, көрмеймісің қандай әсем? Осы бір шоғыр қызғалдақ мына өңірді түгел әдемдікке бөліп тұр». «Оу, әсемдік десең, ана қолыңда қызғалдақтар не жазды? Оларды қазір ғана жұлмап па едің өзің?» «Мейлі, жұлдым, бірақ мына жерге тиме. Бұл тұнып тұрған табиғаттың өз әсемдігі». «Ой, қойшы, бұл дүниедегі әсемдік сенсің. Сенен өткен әсемдік жоқ. Мен бұлардың бәрін жұлып қолтығыңа құшақтатсам, сен одан да әсем боласың. Нанбасаң қазір қарада тұр» деген Иса қызғалдақтарды жұла бастады. «Қойшы деймін, Иса, қатыгездік жасамашы. Табиғат әсемдігі менің көңілімді көтеру үшін жаратылған. Мен қаласам әсем болады табиғат, қаламасам әсем емес». Бітті. Ол қызғалдақты жұлуға қайта кірісті. Орынша қолына жармасып еді, қағып жіберді. Осы сәтте Орынша: «Мен сенің сұлулықты мүлдем түсінбейтініңді қалайша сезбегенмін» деп жерге отыра кетті. Иса бірнеше қызғалдақты жұлғанда ол орнынан қарғып тұрып «Қатыгез» деп айғай салды да қолындағы қызғалдақтарын Исаның алдына тастай салды. «Солай ма? Қатыгезбін бе?» «Иә, солаймын. Мен әсемдікті өзімнің көңілімнің хошын көтеру үшін ғана керек деп есептеймін. Мен әсемдіктің құлы емеспін, әсемдік маған құл болу керек. Міне әсемдік, міне әсемдік». Иса шоғырлана өскен қызғалдақты бірінен соң бірін пытырлатып жұла бастады. Мен Орыншаның бұрын соңды әлгіндегі ашы даусын естіген емеспін. Бір қыдыру әбірштіп тастады. Мына жағдайдан қалай құтылудың амалын білмей састым. Қайсысының сөзін сөйлерімді білмеймін. Екеуінің де көңілдеріне тимеудің жолын қарастырып жатырмын. Тек табан астында өрмектің арқауын дәл басу қиын болып тұр. Осылайша сасқалақтап жүріп, шоғырлана өсіп тұрған қызғалдақтардың біреуін жұлмақ болып еңкей бергенімде Орынша менен бұрын жұлып алды да қолыма ұстата қойды. Көзіне қарасам, мөлдіреп жас тұр. Мөлтілдеп тұрған жас мұң сияқты. Аяушылық сезіледі жанарынан. Мұндай көзқарасын бұрын соңды байқаған емеспін. Жүзінде өзгеріс жоқ, көзінде ғана бар өзгеріс. Мен мелшейіп тұрып қалдым. Орынша Кәрімге қарай кетті. Шәріп пен шофер жігіт машинаға қарай бет алды. Иса қызғалдақтарды өршелене әрі жұлып жүр. Мен кең даланың төсінде алшаң басып жалғыз жүруді ұнатамын. Дала мүлгіп тұр. Тыныштықты бұзатын аспандағы шырылдаған шымшықтар. Осы тыныштықты жан жүрегіңмен түсінгенде ғана даланың сырын сезесің, ләззаттанына бөленесің. Нанбасаңыз кең далаға барып, көк майсаға шалқаңнан түсіп жарты сағат жатып көріңіз. Әншейінде байқамайтын әнші құстар құлағыңның құрышын қандырып берсін. Міне, мен осылайша кең даланың төсінде жаттым, жалғыз жаттым. Қолымда әлгі Орынша жұлып берген жалғыз қызғалдақ. Оның сабағы майысып, әлгінде тостағандай боп дөңгелектеніп тұрған қызыл қалқандар енді бірінен бірі бас түйістіріп қылжия бастады. Бірте-бірте ол маған құбыжық болып көрінді. Былқ-сылқ еткен бірдеме.
Көрік түгілі көзге ілінер ештеңе қалмай барады. Мен кеудемде көтеріп отырдым да оның қызыл қылқандарын бір-бірлеп жұлып тастадым. Сабағын анадай жерге лақтырып жібердім. Көңілім бұзылды. Кеткім келді. Орнымнан көтеріліп машина тоқтаған жаққа қарай бет алдым. Олар етекке түсіп кетіпті. Көз ұшында әрең көрінеді. Шәріп пен шофер жігіт өзімізбен ала келген екі шатырды төбенің етегіндегі еңістеу жерге тігіп қойыпты. Сол шамада бұлақ болса керек. Бір-екі түп тырбиған ағаш көрінеді. Кәрім кәдімгі әдетінен таймапты. Жақпар тастан ошақ қалап, соған таба орнатып, ас қамына кірісіп әлек болып жүр. Машина шатыр тіккен маңға жақындай алмайтын болған соң, жар қабақтың үстіндегі алақандай тегіс жерге табан тірепті. Иса бір құшақ етіп жиып әкелген қызғалдақты шатырдың белдеуіне, есігіне, тесігіне іліпті. Машинаның да аузы-мұрны қызғалдақпен көмкерілген. Орынша Кәрім жинаған қос құйрықты тазалап, табаға салып қуыруға әрекет жасап жүр. Оның мына түрін көргенде көңілім жадырап сала берді. Қасына жетіп бардым. Ас дәмді болсын, Орынша. Асар көбейсін десеңші, деп Шәріп қосарлана тіл қатты. Орынша жауапты екеумізге бірдей берді. Аз болса сіз айыптысыз, аға. Ал дәмді болу Кәрімге байланысты. Өйткені бұл сіздің далаңыздағы тағамы. Ал дайындау рецептісінің авторы Кәрім. Менікі тек бас-көз болу ғана. Орыншаның даусы баяғысындай сыңғырлап тұр. Бұл көңілімді көтере түсті. Астанадан ала шыққан азығымызды жайып салмақ болып шатырға беттедім. Сөйтсем екі шатырдың арасындағы алаңға дастархан жайылып қойылған екен. Үсті газетпен жабулы жатыр. Мұнда тірліктің менің қатысуымсыз-ақ сарамжалданып қалғанын көрген соң шатырдың жанына барып жантая кеттім. Иса менің қасыма келіп отырды. Шәріп, Кәрім мен Орыншаға көмектесіп жүр. Біз асқа отырғанда күн түс мезгілінен ауып қалған еді. Ойлы қырлы оңтүстіктің даласында тәуліктің әр мезгілі өзінше ерекшеленіп тұрады. Дәл осы мезетте Кәрімнің жайған дастарханына шатырдың көлеңкесіне түсіп тұр. Ол дастарханда жаяр кезде осының алдын ала болжап істесе керек. Ал ағайындар, деді Кәрім, Орыншаның көмегімен қуырылған қозы құйрығын алдымызға тартып. Ауылға соқпаймыз, тек далаға келіп даладан қайтамыз деп сіресіп отырып алған өздерің. Сондықтан алдымен даланың дәмін татыңдар. Ал менің сендерге деп үйден алып келген тағамымды кешке жерміз. Ол үшін қазір ана тауға барып, отын жинап келеміз. Сондықтан әлденіп алыңдар. Біз дастарханға дем қойдық. Орынша аса темірге іліп қайнатқан шәугімдегі шайын құйып маған ұсынды. Қолындағы шынын ала бергенде көзіне көзім түсіп кетті де денемді ретті. Көзінің нұры басқа, мұң бар. Қимылы ширақ, даусы сыңғырлап жүргеніне қарап көңіліне үңіле алмасам керек. Ал келдік сенің аулыңа, Кәрім, деді Иса қолындағы шынысын босатып тастап. Табиғаттың тамашасы дейтін қызғалдағын да көрдік. Дала төсіне шашу етіп шашып тастаған қоз құйрығынан да дәм таттық. Борша-боршамыз шығып, күйіп пісіп отырғанымыз мынау. Енді қандай кереметің бар көрсететін? Оу, Исеке-ау, сол кереметтің бәрін өзің тізбелеп айтып отырған жоқпысың, деді Кәрім. Мұның бәрін мен сенің өз әуеніңе салып айтып отырмын. Болмаса бұлар тәйірі маған таңсық болып па? Мен Исаның әлгінде қызғалдақ теріп жүргендегі кекілжіңді әлі ұмытамай отырғанын сезе қойдым. Ол сөзін Кәрімге арнағанмен найзасының ұшын маған қадап отыр. Әйтпесе Кәрімнің түк айыбы жоқ. Оған қоңырау соғып, үйіне бармаймыз, тек далаңа қонақ боламыз. Сондықтан біз облыс орталығынан қарсы ал деген мен едім. Қалада жүргенде бәрімізден таза киініп, шалбарымыздың қыртысы қисайып қалса, эстетикадан түк сезбейсіңдер, деп түбімізге жететін осы Иса болатын. Ендігі мінезі мынау. Жоқ, бұл тек Орыншаға деген реніштің әсері болса керек. Әйтпесе Иса бәрін түсінеді, бәрін біледі. Сен осы эстетика деп-ақ діңкемізді құрттың. Сол эстетикаңның табиғатқа әйтеуір бір қатысы бар шығар, деді Исаның сөзін қоздырғысы келсе де, сендіргісі келсе де әдейі нықтап сөйлеп. Табиғат. Оның әсемдігі маған байланысты. Мен әсем десем әсем. Әсем демесем әсем емес. Әсемдік деген нәрсені ойдан жасап ала қоятын мына біздің өзіміз. Әйтпесе ана қызғалдақ
қызғалдағыңның мына тырбиып өскен шеңгелден несі артық? Екеуі де өсімдік, екеуі де өседі, екеуі де өшеді. Ал мен шеңгелді әсем десем, шеңгел әсем, шөпті әсем десем, шөп әсем. Ал адамдар ше, деп өзінше ойға кетіп отырған орынша оқыстан. Адамдар ма? Адамдар әртүрлі. Мәселен, сен дүниедегі ең әсем жансың. Өйткені мен сені солай сезінгім келеді. Сонда орыншаның бар сымбаты сенің қабылдауыңа қарап тұрғаны ма? Деді Шәріп. Мүмкін. Па шіркін, деді Шәріп айғайлай күліп. Мүмкін керісінше шығар. Жоқ, Шәріп, деді орыншаның ойлы жүзбен. Исаныкі дұрыс. Әрине, оның өз түйсігі бойынша қажет десе сымбаттымын, қажет етпесе керісінше болғаным. Мәс саған. Оу, сен оның жекеменшік мүлкі емессің ғой? Бізден бөліп жарып алып кететін. Әңгіменің насырға шабатынын сезе қойған Кәрім тосқауылдан жөнін бірден тапты. Орынша астана алыс болса да сыбыр-сыбыр әңгіме ауылға да жетіп жатады. Алдағы мерекеде сендердің тойларың болады деген сыбыс естіп келдік. Рас, деді Кәрімнің пиғылын бірден байқаған Орынша. Иса үнсіз қалды. Ертеңгілік орнымыздан тұрсақ, машинада жатқан Орынша орнында жоқ болып шықты. Кешкілік бір шатырды бір өзіне босатып беріп, қанша жалынсақ та көнбей машинаға барып жалғыз жатқан. Машина орнында, Орынша жоқ. Қолына ұстайтын кішкене сумкасынан басқа заттарымыздың бәрі осында, еш нәрсе алмаған. Жоқ болып шыққан жалғыз нәрсе кеше өзі теріп әкеліп, бір будай етіп белін буып, бұлақ суына салып қойған қызғалдақ. Сәреміз зәр түбіне жетті. Шар құрып іздеуге кірістік. Мен кеше өзіміз отын жинаған тауға қарай жүгірдім. Кәрім қозы-құйрық терген жаққа кетті. Шәріп қызғалдақты далаға бет алды. Иса аласұрып әр жаққа бір жүгіреді. Өзінің де сілікпесі шықты. Аялдамамыздан көп қашықтамаған жалғыз адам шофер жігіт. Ол машинаның доңғалағына жел берумен әлек болып жүр. Айналада шар құрып іздемеген жер қалмады. Ойды да, қырды да, сай мен жараны да түгел сүзіп шықтық. Орынша, Орынша деп айғайлаудан даусымыз қарлықты. Төс мезгілі болғанда мен қалжырап келіп машинаның қасына отыра кеттім. Ақырын жылжып шофер жігіт қасыма келді. Аға, деді ол мұңайып отырып қабағын көтермей. Сізге бір сыр айтсам ұрыспайсыз ба? Неге ұрсайын, айта бер, дедім мен алғашында селқос жауап беріп. Артынша көкейіме бір ой орала кетті. Ол қандай сыр, дедім жұлынып алғандай. Әне, әбіржей бастадыңыз аға, амал жоқ айтайын. Түнде мен шатырдан шықсам, машинаның қасында қараңыңдап біреу жүр. Ары-бері сенделіп біраз жүрген соң бізге қарап бет бұрды. Жақындай түсті де кілт бұрылып кері кетті. Машинаның панасына барған соң бой тасалады да жоқ болып кетті. Алғашында мен сіздерді біріңіз екен деп қалдым. Машинаға жақындап келемін. Әлгі адамның сыбысы білінбейді. Машинаға жеттім, ешкім жоқ. Бұл не құбыжық деп машинаны айнала берсем, анандай жерде біреу жатыр. Денесі бүлк-бүлк ететін секілді. Зәрем ұшқан соңса кейін қарай ыршып түстім. Қолым абайсызда машинаның капотына сарт етті. Жатқан кісі басын жерден көтерді. Сөйтсем, жатқан Орынша. Қасына жетіп бардым. Ағатайы, сол кездегі Орыншаның түрін көрсеңіз, кісі шошырлық. Екі көзінен аққан жас бетін жауып тұр. Сасқанымнан екі иығынан сағымдай ұстай алыппын. Бұл құшақтап жұбатпақ болған әрекетім болса керек. Орынша көкірегін кере бер дем алды да, інім, менің сенен бір өтінішім бар. Біреу емес-ау, екі өтінішім бар. Біріншіден, мен осы күйде көргеніңді адам баласына айтушы болма. Екіншіден, мені үлкен жолдың маңына ұзатып сал, деді. Мына түрін көріп тұрып, мен одан бірдеме сұрауға батылым бармады. Айтқанын бұлжытпай орындадым. Үлкен жолға апарып салдым. Бұлаққа салып қойған бір буды қызғалдақты алып келгенмен. Соны ұсынып жатқанымда көзіме тік қарап тұрды да бетімнен сүйді. Мен бұл сырды өмір бойы адам баласына айтпас едім. Тек сізді аяп тұрмын. Сіздің мына даланың ой шұқырын сүйемдеп сүзіп шықпай, бұл жерден кетпейтін түріңіз бар. Қанша іздегенмен таппайсыз. Орынша қалаға қайтып кетті. Үлкен жолда мен оны машинаға отырғызып жібердім.
Енді ауылға қайтудың амалын өзіңіз ойластырыңыз. Тек ана кісілерге айта көрмеңіз. Өтінемін, ағатай. Ол сіздер бөгеп қалады екен деп қорыққан жоқ, бәрібір кететін еді. Тек сіздердің ұйқыларыңызды бұзғысы келмеді. Біз Астанаға қайтып келеміз. Мұнан аттанғанда бесеу едік, қазір төртеуміз. Біреуміз жоқ, ол орынша.